Сәлем достар, биылғы жылдың хитіне айналған клубника в шоколаде дайындаймыз, яғни шоколадтағы құлпынай. Құлпынаймен қоса банандармен де жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер құлпынай, банан, кез келген шоколад және де шпажка таяқшалары. Құлпынайды жақсылап жуып, қағаз сүлгіге толығымен құрғатып алыңыздар, ешқай жерінде дымқылы қалмауы тиіс. Енді банандарымызды қабығынан аршып, екі бөлікке бөлетін боламыз. Әр банандарға және құлпынайларға осылай ағаш шпажкаларды қадап қоясыздар. Дайын болған банандарымызбен құлпынайды шоколадқа батырмас бұрын морозильникте 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Шоколадтарымызды мешокқа салып, водяной баняда ерітетін боламыз. Немесе микроволновкада ерітсеңіздер де болады. Шоколад толықтай еріген соң ыңғайлы болу үшін осылай шұңғыл ыдысқа салып қоямын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай құлпынай мен банандарды шоколадқа батырып шығамыз. Өз қалауларыңызша әсемдеуге болады. Әсемдеп болған соң құлпынай мен банандарымызды тоңазытқышқа 20 минутқа салып қоямыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, дайындалу жолы өте оңай. Ас болсын.